Иштен таңчарир чарабыстан оқ атыр қадыршызы Олег Шабалдин өріне жаза сығарыпсқан. Олар хутердан қосте 1 километр жөлі ұрықты сөргенер. Онжас тұзында атыр тың тарабызын керек болса ши тарцаларға тіп барған. Кенетіне аның алнында 2 олығы пүр тұра түскен. Олар қолыны аңдарып алып шүпшеткенін болтырлар. 40 жастағы ирен алаңас барған. Фермерді ол атқадырып 4 жыл тоғытсылған. Жепүрлер малға жапсынғанына ұшырабан. Технемістің ачын аңның тістері премалға теп арапсқан болбызын деп, олық күн прай өр сынықталған. Пір палалатқан құлын ілезіне сығысқан. Пүр аның пұдын жаратартыпстыр, базахарана тепартыр. Сақандоқ ветеринарларға сағбай иділген. Олар келіп пастаға құлының тарабын үртебзерге, палалатқанын тезаң имнерге жақығы бергенер. Ат қадыршылары өдек аңжыларны қығырыпсқанар. Олар пазағы күнді аңжолына кіріпскенер шетпенер. Александр Швецовтың соғынан пүр қысқыда қар асқынақ түскен. Тайғыда да ол тереңнемес. Пүрлерінің өн азығы киктер, шеоларға шет паларға ойлан емес. Шоғы қарды нек азықтық аңнар табырықшы күшелер. Бұл тұста пүрлер чазышелерзер, кізі шуқты хринзар сығадырлар. Ода ибдегі маларға шапсыншалар. Пүл ташты пайманда андық неме санға алылбан болған. Бұл бастағылы керек. Аймықты тексе алзы ат саны 2 мың. Оларының 40% кресен фермер қонықтарының қолында. Басқазын алынжы кізлер түтчі. Орындағы үлгілер малны әлеріне қара күнірті қайғыдан пост-постқа шөпершелер. Ашын аңнар қара да қазаға кіріп, маларны тұтқылып саларға аябастар. Хакас республикада пүрлерге аңнерға шибірге 8 февральға жетірі жарытылшы.